есімім Хадижа. Менің сүйікті қолөнер атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мастер-класс бізде помпон істейтін боламыз. Помпонды қалай істеу керектігін үйрететін боламын. Помпонды мен осындай шапкаға сүйіндіп жатырмын. Бұл шапка менде мастер-класс бар бұл шапкаға, бірақ ол ақылы. Бұл шапка туралы информацияны Инстаграмнан білсеңіздер болады. Төмендегі сілтеме, Инстаграм сілтемесіне өтіп, осы шапка туралы қарасаңыздар болады. Бұл шапка қыс мезгіліне және күз салқын күз мезгіліне барады. Бұл шапка екі слойдан тұрады, яғни сыртқы және ішкі слойдан тұрады. Осындай баулары бар. Бұл баулар тартылады, өстіп. Екі жақтан да тартылады. Маңдай жақ пен желке жақ тартылады, өстіп. Сонда баланың басында әдемі өстіп шапка тұрады. Осындай болып тұрады. Осы шапкаға енді осындай помпон қалай істеу керектігін үйрететін боламын. Бірсе бізге жіп керек. Бұл жерде менде Alize Baby Wool деген жіп. Мен оның алдында шапка тоққан болатынмын. Осы шапкаға осы жіптен, яғни осы жіппен шапка тоққан болатынмын. Осы шапкаға енді маған осы жерге помпон керек. Соны істейміз қазір. Менде мына жіп где-то 33-35 граммдық жіпті аламыз. Осындай дөңгелек және тығыз помпон істейіңіз келсе, жіпті көп мөлшерде аласыз. Бұл жіпті мен бұл жіп менде Alize Baby Best деген жіп. Менде қалдықты тұр еді. Содан істеп көрген болатынмын. Көріп тұрғаныңыздай, бұл менде тығыз болып шықты. Жұмсақ, бірақ тығыз. Ішіне аралары көп көрінбейді. Істеп қарасаңыздар, дөңгелек. Бұны мен дейтін 25-30 грамм бола алған болатын. Сосын өстіп қиып, шандарын қиып жеген болатын дөңгелек қол. Енді қазір осындай помпон істейміз. Ол үшін бізге не керек? Бірінші жіп керек. Содан кейін бізге қайшы керек. Үлкен болсын, кішкентай болсын, бірақ өткір болу керек. Көбінесе үлкенді қолданам қазір мен. Содан кейін бізге осындай екі дөңгелек картон керек. Бұл менде пакеттен шыққан картон. Бұлдай фольгадан шығады, сондай-ақ бумагадан шығады. Үлкен бумага бар ғой, содан шығады. Соны алып, екі ортасынан бөлдім. Енді қазір осыны қолданамыз. Ол бірінші бізге қосымша жіп керек. Қосымша жіпті біз, басқа түсті жіпті біз дайындап қоямыз, кесіп ұзындау болып. Енді мына екі картонды өстіп ұстап аламыз. Содан кейін біз дәшеде мына жіпті өстіп іліп ораймыз. Өстіп орап шығамыз. Қағазды айналдырып ораймыз. Қаншалықты тығыз қыл орасаңыз, яғни көп қыл орасаңыз, сонда сізде тығыздау помпон шығады. Егерде сіз азғантай орасаңыз, осындай помпон шығады. Осындай үрпеген помпон шығады. Азғантай жіпте орасаңыз. Мен Alize Baby Wool'да міне екі сложение қолдым. Екі жіп қолдым. Сосын соны орап жатырмын қазір. Өстіп соңына дейін орап шықтым. Енді бізге мына негізгі жіпті өстіп ортасынан өткіземіз. Екі жақтан өткіземіз. Ортасынан. Сосын жіпті байлаймыз. Бантикол байлайық пока. Содан кейін мына екі коробканы, дөңгелек коробканы шығарып тастаймыз. Екі жақтан шығарамыз да. Мына жіпті қашырып алмайық.
Содан кейін өйстіп мына жіпті шешеміз, бантикті. Сосын өйстіп екі жақтан тартамыз. Қаттырақ тартамыз. Бұл жерде кішкене негізгі мына жіпті қалыңырақ алсаңыз болады, үзіліп кетпейтін жіп алыңыз. Немесе лента алуға болады осы жерге. Менде қазір өзімде лента жоқ. Сол үшін осындай жіп алдым. Өйстіп екі жақтан орап байлаймыз. Мына жерді қараймыз. Айналасында өйстіп қыстырылып қалмасын. Келесі жағына аударамыз да, келесі жағына байлаймыз. Қаттырақ тартамыз бұл жіпті. Екінші рет байлаймыз. Содан кейін бұл жерде мына екі жағында жіптер өстіп келеді. Осындай болып келеді. Енді бұл жіптерді біз ортасынан қиямыз. Ол үшін бізге үлкен қайшы керек. Өстіп ортасынан алып келіп, каждый жіпті қиямыз. Келесі жақты да дәл солай қиямыз. Арасын қарап шығамыз. Бәрі қиылды ма екен? Енді мына екі жіпті ұстап аламыз да. Енді осындай болып шықты міне. Енді соны қиямыз біз қазір. Тығыз істеңіз келсе дөңгелекті, помпонды, онда сіз үлкен қылып қиясыз. Көп қиясыз. Пока дөңгелек болғанша дейін. Бұл жерде менің жібім жұқа болғасын. Көп жіп кетеді. Жұқа болса көп жіп кетеді помпонға. Егер де сіз қалың жіп алсаңыз, азғантай жіп кетеді. Өйстіп соңына дейін қысқартып шығамыз. Үлкен жіптерді өзімізге форма келтіріп аламыз. Содан кейін біз жейміз. Осылай қысқартып алғаннан кейін енді біз помпонды ыссы судың астына ұстаймыз. Яғни буға ұстаймыз. Сол кезде бізде мына жіптердің бәрі түзеледі. Сол кезде мына жерде қайтадан жіптер шығады. Ыссы судың астына ұстап келдім. Парға. Енді көріп тұрғандай, мына жерде тағы да жіптер шықты. Солардың бәрін қиып, мына қараймыз ғой, мына жерде дөңгелек болып тұр ғой, өстіп, соның бәрін дұрыстап қиып шығамыз. Өстіп айналдырып. Өстіп қолымен сипаймыз. Сол кезде бізде жаңа жіптер шығуы мүмкін. Соларды қараймыз. Дөңгелетіп сипаймыз. Жан жаққа. Сол кезде бізде қайтадан жіптер шығуы мүмкін. Соларды қиямыз. Бұл жерде тоқтап білу керек қой. Ең соңғы жағында помпонды ең соңына шейін қиып тастамау керек. Өзіңізге қандай помпон керек, сонша қиясыз. Ең соңында біз дөңгелетіп өстіп түзеп алғаннан кейін қайтадан ыссы будың үстіне қоямыз. Яғни суға салып жібермейміз, үсті буға ұстаймыз тек. Ыссы судың астына ұстағаннан кейін бізде өстіп жіп ашылады. Сол кезде осындай формаға келеді. Әдемі форма. Осындай әдіспен помпон істейміз. Әдемі болып. Енді осыны шапкілеміз. Бұл жерде менде қазір 20 грамм қалды. Басын айта кеткенімдей 33-35
грамм жіп болған менде. Помпонды шапканың төбесіне байлаған болатынмын. Міне осылай әдемі болып тұр. Арт жақтан іш жағынан осылай бантик қылып байлап қойған болатын. Осындай әдемі помпон шықты. Помпон істеу әдісі ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сондай менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда тағы да мастер-класстар болады тоқымаға байланысты. Кездескенше.